123 сабақ 9 жаттығу. Мәтінді тыңда. Қазіргі кезде ғарышты игеру жылда амалға басып келеді. Аз ғана уақытта жер төңірегіне 2000-ға жуық жасанды серік ұшырылды. Жердің жасанды серіктері халық шаруашылығына үлкен қызмет көрсетеді. Ғарыштан түсірілген суреттер ауа райын болжауға мүмкіндік береді. Жасанды серіктер арқылы телехабарлар таратылады. Алыс жерлермен радио, телефон байланыстары жүргізіледі. Көптеген елдердің ғарыш кемелері біздің республикамыздағы Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылады. Дүниетану анықтамалығы кітабынан. Енді астындағы сұрақтарды оқиық. Бірінші, тыңдаған мәтін мазмұны бойынша өз ойыңды айт дейді. Менің енді мәтін бойынша өз ойымды айтатын болсам, бұл жерде жасанды серіктердің өте бізге тигізген пайдасы көп екен. Себебі сол жасанды серік арқылы біз телехабарлар, радио, телефон байланыстары жүргізілді. Мысалы, қазір телефонсыз қазіргі заманды елестету мүмкін емес. Сол үшін де жасанды серіктің ұшқан арқасында біздің жаңағындай заманымыз дамып, адамдар дамып, неше түрлі дүниелермен танысып жатырмыз. Келесі энциклопедиядан Байқоңыр ғарыш айлағы туралы біліп ал дейді. Қысқаша ақпарат айтайын. Байқоңыр ғарыш алаңы әлемдегі тұңғыш әрі ең ірі ғарыш айлағы болып табылады. Аумағы 6717 шаршы шақырымнан асады. Ұзындығы солтүстіктен оңтүстікке 75 шаршы, батыстан шығысқа дейін 90 шақырымға жуықтайды. Байқоңыр ғарыш айлағының іргесі 1955 жылы қаланған. Ғарыш алаңы Қызылорда облысы Қармақшы ауданының аумағында орналасқан. Мінекей қысқаша ақпарат осындай. Енді үшіншісі, қарамен жазылған сөздер сын есімнің қай түріне жатады дейді. Бұл мәтінде қарамен жазылған сөздер сын есімдер үлкен және алыс деген екі сын есім, екеуі де сын есімнің дара сын есімге жатады. 10-шы жаттығу. Сендер ғарыш айлағына бардыңдар, ғарышқа ұшқалы жатқан ғарышкермен кездестіңдер. Ғарышкерге қандай сұрақ қояр едіңдер? Бірің ғарышкер, бірің тілші болып бір-біріңмен сұхбаттасыңдар дейді. Мысалы, тілші болып сіздер мынадай сұрақ қойсаңыздар болады. Ғарышқа ұшқан кезде сіздер ең алғаш нені көрдіңіздер? Немен тамақтандыңыздар? Жалпы ұйықтадыңыздар ма, шаршадыңыздар ма? Ғарыш айлағында қандай қызық болды? Айналаны зерттеген кезде не нәрсе көрдіңіз? Бұрын көрмеген дүниені көрдіңіз ба деген осындай сұрақтар қойсаңыздар болады. Келесі 11-ші жаттығу. Берілген сын есімдерді қатыстырып сөйлем құрап жаз. Қызыл ала, жасыл, сары ала, көк ала деген 4 сын есім беріліп тұр. Әселдің қызыл ала сөмкесі бар. Қызыл ала күрделі сын есім. Жаз келгенде табиғат жасыл түске боялады. Жасыл бұл бізде дара сын есім. Айгерім серуендеуге сары ала көйлегін киіп шықты. Сары ала күрделі сын есім. Арман ағасына көк ала шапан сыйлады. Көк ала бұл бізде күрделі сын есім болып табылады. 12-ші жаттығу. Өзің қалаған бір сын есімді таңдап ал, сол сын есім туралы жоспар бойынша әңгімеле. Мұнда 4 сұрақ қойылған, бір сын есімді таңдап, осы 4 сұраққа жауап берейік. Мен таңдаған сын есім ол әдемі деген сөз. Сын есім әдемі. Енді сұрақтарға жауап берейік. Бұл сын есім қандай сұраққа жауап береді? Әдемі деген ол қандай деген сұраққа жауап береді. Екінші, ол нені білдіреді? Ол сырт пішіннің келбеттің тартымдылығын білдіреді. Үшінші, мағынасы жағынан қай зат сын есіммен байланысты? Мысалы, әдемі қыз, әдемі көйлек деген, қыз, көйлек деген сияқты зат есімдермен байланысып тұр. Дара ма әлде күрделі ма дейді. Әдемі деген сөз дара сын есім болып табылады. Келесі 13-ші жаттығу. Сурет бойынша сын есімдерді қатыстырып, мәтін құрастырып жаз. Ғарышкер сұр түсті арнайы киімді киіп ғарышқа ұшты. Басында арнайы домалақ бас киімі бар. Ал зымыранның түсі де сұр түсті, басы үшкір, 2 дөңгелек терезесі бар. Айналаның бәрі түрлі түсті ғаламшарларға толы. Мінекей қысқаша ғана мәтінді құрастырып жаздым. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Видеома лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Рахмет.